Қайырлы күн, құрметті көрермен, Сәрсенбінің сәтінде YouTube жобасының кезекті шығарылымын назарларыңызға ұсынамыз. Бүгінгі біздің қонағымыз Руслан мырза. Қайырлы күн, өзіңізді көрермендерге таныстырып өтсеңіз. Менің атым Руслан Анатольевич. Менің ұлтым Қытай. Фаран әкімшілігін құрылыс бөлмесінде жұмыс істеймін. Жақсы, Руслан мырза, қазақша қалай үйрендіңіз, қашан үйрендіңіз? Ең бірінші қазақ тілін мектепте үйрендім. Мектеп деңгейі. Сосын жұмысқа тұрғанда мен курстарға бардым. Ол курста А2 деңгейді бітірдім былтыр жылда. Қазақ тілін үйренуде бір қиындықтар, кедергілер болды ма? Жоқ, өйткені әрбір жерде қазақ тілінде сөйлейміз ғой. Бір негізінде магазинда, жұмыста адам келгендер, өтініш жазатындар, хаттар келеді қазақ тілінде. Сол бәрін жай-жайдан оқып, қазақ тілін үйренем. Үйрене бастадыңыз. Жақсы, ал өзіңіздің қызметіңіз туралы айтып кетсеңіз, жалпы қай салада, не жұмыс атқарасыз? Менің жұмысым менің маманым бас маман. Ең бірінші жұмысқа бастағанда мен құжаттармен іс жүргізуші болып жұмыс істедім. Ал қазір уже құрылыс болған объекттері сол бойынша жұмыс істеймін. Жақсы, ал бос уақытыңызда немен айналысасыз? Қандай хоббиіңіз бар? Бос уақытта мен кітап оқимын, шетелдік әдебиет кітаптары. Далада жүремін. Сол компьютер бойынша ойын ойнаймын және әртүрлі программалармен үйренемін. Осы құрылыс саласына бала кезіңізден қызықтыңыз ба? Жалпы бала кезіңізде қандай армандарыңыз болды? Негізі мен сәулетші болғым келеді. Сол оқу бастағанда мен Қарағанды техникалық университетте сәулетші диплом алдым. Бірақ жұмысқа келгенде құрылыс бөліміне келдім практикаға. Сосын сол жерде қалдым. Жалпы сурет салуға бұрыннан әуессіз, иә? Кішкентай кезіңізден сурет саласыз ба? Иә. Жақсы, ал енді отбасыңыз туралы айтып өтсеңіз, жалпы отбасыңызда қазақша сөйлесесіздер ме? Қазір в основном орысша сөйлейміз, бірақ ауылда тұрғанда бәріміз қазақша да, орысша да сөйледік. Өйткені ауылда көп қазақ тұрған. Сол үшін отбасымызда да шешем, әжем бәрі қазақша біледі. Жақсы, ал енді қазақша тез үйрену үшін не істеу керек? Ең бірінші ол қазақ тілінде өзі сөйлеу адамдармен. Сол шығар ең біріншісі. Сосын екіншісі ол маған көмектескен кино субтитрмен. Қазақша тілінде орысша субтитр болғанда, или наоборот орыс тіліндегі кино қазақша субтитрмен. Соған қарап тоже көп сөздерді білесің, жаттап аласың. Ал қазақша әндер тыңдайсыз ба? Жалпы ол көмектесе ме қазақша үйренуге? Әндер тыңдаймын, бірақ қазіргі современный музыка көмектеспейтін шығар. Жақсы, ал демалысыңызды қалай өткізгіңіз келеді? Жалпы қай елдерге барып көргіңіз келеді? Ең бірінші ол Қытайға барғым келеді. Сосын барлық Азия тұрған мемлекеттерге. Ол Вьетнам, Таиланд, сонда бар. Ал жалпы демалысыңызды қалай өткізесіз? Қазақстанның ішінде. Боровое, Баянауыл, Қарқаралы, табиғатқа барып, сол өткіземін. Жақсы, Руслан мырза, ал ең бірінші қазақ тілінде үйренген сөзіңіз қандай болды? Рахмет. Ал ең көп айтатын қазақша сөзіңіз? Сәлеметсіз бе? Ал қазақ тіліндегі ең сүйікті сөзіңіз? Ең сүйікті сөзім? Жақсы, Руслан мырза, бізге уақыт бөліп әңгімелескеніңізге рахмет. Жұмысыңызға сәттілік тілейміз.
Құрметті көрермен, бүгінгі біздің шығарылымымыз осымен аяқталды. Келесі сәрсенбіде кездескенше.